Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстан Даму банкінің кредиттік қоржыны 5 жылда 4,5 есеге ұлғайды. Бұл туралы басқарма төрағасы Болат Жәмішев арнайы баспасөз жиынында мәлімдеді. Оның айтуынша өткен жылы банктың кредиттік қоржыны 1 триллион 700 миллиард теңгеге жеткен. Қазақстанның Даму банкі еліміздегі өңдеу өнеркәсібіндегі жобаларды қаржыландырады. Айталық өткен жылдары банк энергетика, металлургия, көлік және логистика сынды өнеркәсіп салаларында 225 миллиард теңгелік 9 ірі жобаны қаржыландыруға шешім қабылдаған. Для экономики Казахстана. Өткен жыл Қазақстанның бүкіл банк жүйесінің орнықтылығына жүргізілген сынақтар кезеңі болды. Валюта бағамының құбылмалылығы нұрлы жол бағдарламасы бойынша Қазақстанның Даму банкіне әріптес коммерциялық банктердегі ахуалы банктың тәуекел менеджмент жүйесіне оңай тиген жоқ. Бірақ біз осынша күрделі жағдайларға қарамастан өткен жылды оң нәтижемен қорытындыладық. Өткен жылы Қазақстанның Даму банкінің қатысуымен қаржыландырылған 6 ірі жоба пайдалануға берілді. Сонымен қатар банк оңтүстік өңірлерден Нұр-Сұлтан қаласына газ құбырын тарту мәселесін де қаржыландырмақ. Қазақстан Даму банкі 51 миллиард теңгедей сомада Евразия Даму банкіне несие береді. Және де Евразия Даму банкі үстінен тағы да 51 миллиард теңге қосып, Астанагаз жобалау компаниясының облигациясын сатып алады. Банк активтеріндегі кредиттік қоржынның үлесі өткен жылдың соңында 67%-ға дейін артқан. Банктың таза пайдасы 3,2 миллиард теңгені құрады. Яғни кредиттік қоржынның сапасы жақсы деңгейде қалып отыр. Айнұр Қуатқызы, Ермеген Жинбек, Хабар 24.